Бізде қазір Димаш Құдайбергеннің қарындасы. Қай ғасырдан келдіңіз, әлде Катарға Алтын Орда турымен келдіңіз ба? Достар, мен қазақпын, және де бүгін Катардың төрінде қазақтың рухы жаңғырып тұр. Өзім елімнен жырақта жүрсем де, менің рухым ешқашан елімнен алыстамайды. Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бізде бүгін Катарда өте керемет көрме өтіп жатыр. Яғни бізге Катарға Қазақстаннан өзіміздің жерлестеріміз келіп, ұлттық нақыштағы киімдерін таныстырып жатырмын. Бұл көрмені Катарға алып келудегі басты миссияларыңыз, мақсаттарыңыз қандай? Сәлеметсіздер ме? Есімім Мырза Тасқын, Мырза бренд компаниясының основателі боламын. Өзім келген себебім ұлттық нақыштағы киімдерімізді, оюымызды барлық әлемге көрсету. Естуімше, білуімше, Катар мемлекетінде, яғни Доха қаласында 10% қана өздерінің халқы, қалған 9% иммигранттар. Бізге осы бүгін 3-ші күн, 3 күннің ішіне неше түрлі ұлттар келді. Барлығы қызығып, қарап, киіп көріп, тіпті жақсы сатылымдар да жасап жатырмыз. Бұл жерге жалпы тек қана шапан ғана келген жоқ. Бұл жерге 7 қазынамыздың бірі тазы иттерімізге дейін бар. Бүркіт, киіз үй, қазір барлығын аралап көрсеңіздер, қазақтың ұлтының, мәдениетінің, ұлттық нақышының барлығы бар деп айта аламын. Достар, біз бүгін тағы да көрмедеміз, және де бүгін осы Катар елінде қазақтың мәдениеті, рухы ғана көрсетілмей, сонымен қатар қазақтың ұлттық дәмінде көрсетіліп жатыр. Алдарыңызда Димаш Құдайбергеннің Қазақстаннан ашылған Дайдидау рестораны. Бүгін осы ресторанның қонақтарымен тілдесетін боламыз. Алдымызда қазір Димаш Құдайбергеннің қарындасы Раушан ханым тұр. Раушан ханым, Катар еліне қош келдіңіздер. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Және де сізге қойылатын сұрақ, сіздер осы Катар еліне қандай миссиямен келдіңіздер және қандай дәмді тамақтарды ұсынасыздар? Баршаларыңызға қайырлы күн. Біздер Катар мемлекетіне Қазақстанның мәдениет көздері аясында келдік, және де біздің ең алғашқы миссиямыз біздің Дайдидау мейрамханасының атымен қазақтың ұлттық тағамдарын барша арабтарға, барша катарлықтарға, және де барша қонақтарымызға ұсыну, және де таңғалдыру десем де болады шығар. Біздің түрлі ұлттық тәттілеріміз, еттеріміз, қазы, қарта, жал жаямызды, біздің қазақша етімізді, қуырдақтарымызды, шорпа, сорпа, құрт көже, бауырсақтарымызды алып келдік. Біздің мәзірімізде осы тағам түрлері бар, және де бір қуантарлығы барша келген қонақтарымыз, осы жақтың шетелдік қонақтарымыз бәріне ұнап жатыр. Бұл бізді қуантары рас, өте қуаныштымыз, және де алдағы уақытта тағы келуге міндетті түрде тырысамыз. Біз сіздерді күтеміз. Рахмет үлкен. Рахмет сіздерге көп-көп. Аққозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен. Достар, осындай керемет, мен бауырсақ саламын деп осындай ағамыздан енді ыдыс алып жатырмын. Достар, сәлем. Астана қаласының өнер музейіне қарасты. Алдарыңызда Займолда Олжас мырзамен таныс болыңыздар. Олжас мырза, катарлық осы азаматтарды және шетелдік азаматтарды осы көрмеден не байланыстырады? Өнер барлық адамзатқа тән дүние. Ал жалпы біздің өнер музейі қазақ халқына қатысты, былайша айтқанда, сұраған кез келген қазақтан сұрасаңыз, қанша аспап бар десеңіз, жақсы білетін адамның өзі 10-15-ке дейін ғана түгендеп беретін шығар. Бірақ қазақ халқының 120-ға жуық аспаптың түрі бар қазақ халқында. Бірінші біздің негізгі мақсатымыз бұл көрменің негізгі мақсаты ұлттық аспаппен таныстыру. Қазақ халқы қандай өнерге ғана емес, барлық дүниеге бай екенін көрсету. Және біздің осы көрмемізге келген адамдардың қызықтыратыны бұл аспаптардың табиғи дауысы.
Мысалы енді басқа ұлттың аспаптары немесе басқа аспаптарды төмендету емес, кез келген біздің аспапты алып қарасаңыз, састырын айдалсаңыз, бұл даланың үні. Қобыздың үнін тыңдасаңыз, бұл кәдімгі адамның көңіл күйін жырлайды деген сияқты әрбір аспап табиғи дауысты жеткізе алады. Сондықтан бұл адамзаттың барлығына жүрегінің түбіне дейін жетуге мүмкіндік береді деп айтсам болады. Мынау қазақтың келіншектері. Қазір көп адамдар айтады ғой, хиджаб біздікі емес деп. Мінекей қараңыздар, әжелеріміз қандай әдемі қылып та, бізден де әдемі қылып таққан. Бұл әжелердің өзінің статусына байланысты орамалды байлайтын болған. Мына жерде кимешектердің коллекциясын алып келдік. Жалпы осы қазақтарда мұсылман халық қатары, жалпы осы мұсылман ислам цивилизациясының бір бөлшегі қатары біздің мынау киім-кешектерімізді осы жердегі катарлық арабтарға таныстырып, көрсетіп, киімдердің сан алуандығын, әсемдігін таңғалып жатыр. Халықтар жақсы бағалап жатыр. Енді бұл жақта көбінде тек ақ және қара түс киеді екен. Біздің мынау сан алуан, әр алуан түстегі киімдер бұл кісілерге өте қызықты. Енді қайткенде де түстер, өңдер тартады ғой. Сосын мына қолөнер, әрбір киімге соншалық зер салып, соншалықты мән беріп жасағаны бұл халыққа өте қызық болып жатыр. Мынау қыстық киімдеріміз біздің бұл кісілер үшін экзотика болып жатыр. Мынау таңғалып, қыс болмайтын жерлер. Енді түсіндіріп жатырмыз, біздің мынау шығыстың, Алтайдың, Сібірдің суықтарында біздің қазақтар осындай табиғатпенен үйлесіп, табиғатты бағындырып, солай өмір сүрген деп түсіндіріп айтып жатырмыз. Мына жерде кимешектердің сан алуанын көріп, бұл кісілерде өздерінің бас киімдерімен ұқсастырып, жалпы солай. Қазақ мәдениеті мен араб мәдениетінде ұқсастық бар деп айта аласыз ба? Енді айырмашылық көп екен. Енді жалпы бізді біріктіретін ислам діні ғой. Дін арқылы жалпы мынау бірікпесек, бұлай айырмашылық қатты көп. Достар, бізге осы Катарға тағы да бір келген брендтердің бірі Тәрбия бренді. Алдарыңызда Жәмила ханым. Жәмила ханым, Катарға қош келдіңіздер. Және де осы көрме арқылы сіздер әлемге не айтқыларыңыз келді? Осы көрме арқылы біз осы Катар мемлекетіне біздің мәдениетімізді көрсеткіміз келді, өзіміздің ұлттық киімдерімізді көрсеткіміз келді, және біздің ұлттық киімдерімізді, шапандарды, орамалдардың мағынасын көрсетіп айтқымыз келген. Келіп жатырған қонақтардың көзқарастары қалай болып жатыр? Бәрі қонақтар өте тамаша көзқарастарымен қарап жатыр, тамсанып қарап жатыр, бәріне өте қатты ұнап жатыр, және біз соған өте қатты қуаныштымыз. Матасылон, артында осындай суреттер бар, осындай оюлар бар. Бұл өзіміздің авторлық принттеріміз. Өзіміз Тәрбия ханымның өзі осының бәрін суретке салып, осылай. Достар, Катардан сіздер тек қана бір шөл даланы, пальманы ғана елестетем деп ойласаңыздар, онда сіздер қателесесіздер. Бүгін Катардың төрінде, сонымен қоса қазақ батырлары да жүр. Мінекей алдымызда қазақ батырларынан сұхбат алсақ. Сәлеметсіз бе? Сіз Катарға қалай келдіңіз? Қай ғасырдан келдіңіз, әлде Катарға Алтын Орда турымен келдіңіз ба? Мен Қасым хан кезінен келгем. Осы Дохаға, Катардың астанасына. Қазақ мен әріптестермен, батырлармен келдім. Катар қалай, сізге ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Өте қонақжайлы халық. Осы қазақ дәстүрімен араб елінің мәдениеті ұқсас па, қалай ойлайсыз? Қалай? Қазақ дәстүрінің, қазақ мәдениеті мен араб мәдениеті бір-біріне ұқсайды ма, қалай ойлайсыз? Ұқсамайды, мүлдем ұқсамайды.
Біздікі бөлек. Олар таң қалып жатыр иә, сіздер сияқты осындай алып денелі адамдарды көргенде қазақ батырларын елестетіп иә. Бәсе бәрі жабысып жатыр. Суретке түсейік деп. Машалла, рахмет сізге көп. Сіз қазақ фильмдерінде түсесіз ба? Жоқ, түспедім әлі. ойнаған жері Doha. Good evening, dear friends. Good evening, ladies and gentlemen. Sen de san meni